Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Бүгін біз Активити бук, яғни жұмыс дәптер кітабындағы тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Сондықтан каналға міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпайыз. Олай болса, on page 70, unit 7, water everywhere. 70-ші беттегі жаңа 7-ші модульді ашамыз. Бұл жерде тақырып жазылып қойған water everywhere, яғни барлық жерде су дейді, суға байланысты тақырыпша берілген. Олай болса, бірінші тапсырмаға қараймыз. Look and read. Write yes or no. Қара және оқы дейді, және сөйлемдер дұрыс болса, суретпен онда yes деген қойып шығамыз, ал дұрыс емес болса, онда no дегенді қойып шығу керек. Біз ол үшін суретке мұқият қараймыз. Мен қазір сөйлемдерді оқып, қасына дұрыс жауаптарын қойып беретін боламын. Бірінші сөйлем: A boy on the beach is making a sand castle. Яғни бала жағажайдың бойында қамал жасап жатыр, құмнан дейді. Ол дұрыс емес, сондықтан no. Екінші, a dog has got a starfish. Ол дұрыс, yes. Үшінші, there are 2 children in the sea. Яғни, ол жерде 2 ғана бала бар дейді. Ол дұрыс емес, бізде no. Төртінші, the boy in the boat is fishing. Төртінші бізде дұрыс емес, яғни қайықтың үстіндегі балық аулап жатыр дейді, дұрыс емес. Бесінші, the girl in the boat is eating an ice cream. Дұрыс, yes. Және алтыншы, the man is collecting starfish. Yes, яғни ол дұрыс. Енді келесі бетті ашамыз. On page 71, exercise to look, read and put a tick or a cross. Яғни екінші тапсырмада қара, оқы және дұрыс болса, яғни сөйлем суретпен дұрыс болса, белгі қойып шығамыз, ал дұрыс емес болса, онда жанына X қойып кететін боламыз. Олай болса, орындаймыз. Бірінші сөйлемде бізде they are sailing. Суретпен сәйкес болғандықтан дұрыс. Екінші, she is surfing. Ол дұрыс емес, иә. Үшінші, he is water skiing. Ол дұрыс. Төртінші, he is diving. Ол бізде дұрыс, иә. Бесінші, it is jumping. Яғни секіріп жатыр. Ол дұрыс емес. Және соңғысы, they are fishing. Ол сөйлемде дұрыс емес. Міне осылай сөйлемдерді толық жазып шығамыз. So, the last exercise 3, ask and answer. Үшінші тапсырма бізде сұрақ қой және жауап бер дейді. Яғни сурет берілген, суретке қарап отырып, біз астындағы екі сөзді байланыстырып сұрақ қоямыз және сұраққа жауап жазатын боламыз. Мен барлығын орындап шықтым. Қазір оқып шығатын боламын. Мұқият тыңдап аламыз. Бірінші, is he swimming? Суретке қараймыз. No, he isn't. He is surfing деп дұрыс жауап жазамыз. Екінші, is she water skiing? No, she isn't. She is diving. Үшінші, is it sleeping? No, it isn't. It is running. Төртінші, are they fishing? No, they aren't. They are sailing. Бесінші, is he surfing? No, he isn't. He is swimming. Алтыншы, is she jumping? No, she isn't. She is eating an ice cream. Міне осылай толық тапсырманы орындаймыз, балалар. Жарайсыңдар, барлық тапсырмаларды бірге орындап болды. Каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз. Келесі кездескенше сау болыңдар, оқушылар.